Саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, ханымдар. Қош келдіңдер каналыма. Қайырлы кеш, қыздар, сәлем. Қалайсыңдар? Кешегі сабақты тыңдап, бүгін қорытып, соның бәрін орындадыңдар ма, тексердіңдер ма? Сәлем. Бүгінгі эфирді қазақша өткіземін. Келіңіздер, жайлап жайғаса беріңдер. Кешегі эфирден түсінікті болды ма? Қандай сұрақтар бар? Мен енді бүгінгі эфирге шықтым қайтадан. Күндіз мана орысша өткіздім. Тыңдаған шығарсыңдар. Енді бүгін тағы жалғасын айтайын деп тұрмын. Сәлем. Қазір тағы да адамдар қосылсын кішкене. Кешегі эфирде адам көп болды. Кешке өткізген жақсы екен. Бүгін күндіз орысша тыңдаған сабақ кішкене аздау болды. Бірақ та қазірде әлі қарап жатыр. Ертең обедке дейін ол сақталады, қайтадан қарап шығуға болады. Қазақ тілінде менде қазақ әдебиет сөзбен әлі сөйлей алмаймын. Мышлением орысша болғасын, орысша кішкене нақты түсіндіретін сияқтымын. Өзіме солай. Айтады ғой, словарный запас менде ограничен қазақша. Тек разговорный болмаса, енді орысша кітаптарды оқығасын кішкене сөзім кішкене көбірек. Қайырлы кеш, ал ханымдар. Мен бүгінгі сабақ дейін ғой, өзімнің рекомендация сіздерге беретінім. Кеше біз деген енді аватарканы айттық, шапка профилін айттық, стористарды айттық. Енді прямой эфирді кеше мен тек қана былай айтып кеттім де, енді ол жерде осындай бүгін сияқты әртүрлі маска қоюға болады. Кірген уақытта өзіңіз таңдап аласыз, қандай қойғыңыз келеді. Сосын ұялмай шыға беріңіз. Осындай прямой эфирге шыққанда көп ойлайды, әдемі краскіленіп алып, бетіне бояуды жағып алып, сосын барып әдемі сөйлеу керек екен. Олай емес. Ол жерде любой масканы бетіңізге жапсырып алуға болады. Даже былай бет жауып тұратын маска де бар екен. Сол үшін қандай сізге ұнайды, сондайды қойып аласыз. Қандай бет нелерді. Әртүрлі доллар керек па, тамақ керек па, сондай маскалерді қойып алуға болады. Енді мен бүгін сіздерге пост жайлы айтқым келіп тұр. Пост. Көп адам картинка қойған уақытта постты қалай жазам, не жазам деп ойлайды. Сосын ой келмегесін алатта любой интернетте шыққан или ватсаптан келген картинканы тек жабыстырып қоя береді. Я болмаса әртүрлі фотоны сала береді да енді. Негізгінде кеше мен айтып кеттім, егер де сіз өзіңіздің личный брендті дамытқыңыз келсе, өзіңіздің фотоңызды қойғаныңыз жақсы. Айтқандай адамға келеді. Күн сайын манағындай прямой эфирге осындай азғантай уақытқа шықсаңыз, адам деген сізді танып, сізді көріп, күн сайын азғантай бір 5 минут, 10 минут көріп кетсе де, сіздің әңгімеңізді азғантай болса да тыңдап кетсе де, уже сіз жақын адам манағындай теплый контактке айналасыңдар. Но бірақ та монотонно сөйлемеу керек, кішкене прям живой эмоция қосып дегендей. Адам келгенде сізге, сіз оның адамның былай басып қалғанда біз прямой эфир басылып тұрады ғой, жанып тұрады ғой.
фотосы. Сол кезде басқанда, егер адам живой әңгіме айтып жатса, біз деген соны тыңдап отырамыз да. Ал егер монотонно біреулер сөйлеп жатырады ғой, олар сөйтіп сөйлеп жатса, уже рас басқаны іздейміз. Сол сияқты адамға кішкене живой сөйлеу керек. Өзіңізді кішкене, егер мен түсінем, әртүрлі адамдар болады, әртүрлі характер болады, әртүрлі тон болады. Сол өзіңізді өзгертесіз. Сіз адамды өзгертпейсіз, өзіңізді өзгертесіз. Біздің бизнес сондай. Егер адамға ұнағыңыз келсе, сіз адамға сол адамдардың жүрегін жаулап алуға тырысасыз. Так как бізде енді сетевой маркетинг, сетевой бизнес болғасын, біз каждый адам бізге на вес золота дейді ғой. Сол сияқты, егер офлайнда егер бір адамды тапсақ та холодный контактқа, ол адамға қалай біз сөйлесеміз ғой, түсіндіріп, сол адамға біз деген сөйтіп онлайнда сөйлесу керекпіз. Я кеш жарық, келіңіз, сізді күтіп отырмыз, қош келдіңдер. Енді ол текстер болады да, тексттерді, так, ойым қашып кетті. Өзіңіздің фотоңыз болу керек. Сосын тек қана, например, фотоны салып қоймайсыз. Кейбір адамдар ештеме жазбайды да, тек фотоларды сала береді. Просто ол адамға сіздің бет-әлпетіңіз көруге, или сіз қайда жүрсіз, ол қызықты емес. Сіз, например, даже біз болады ғой, арасында семинарда болдық, да? Семинардан, встречадан естелік, или там, тойдан естелік деп жазып жібереміз. Болды, ешқандай информация бермейміз. Егер де біз оны красочно сөзімізді келтірсек, например, мен бүгін осындай тойда болдым, күшті, көптен көрмеген адамдарды көріп, жақсы әсер алып қалдым, қандай керемет, неше жылдан бері кездеспеген адам кластасында кездесіп қалып, осы тойда жақсы уақыт өткізді деп, сондай әңгіме сияқты бір қалай сіз өмірде сөйлесесіз, сол сияқты сіз өзіңіз сөйлеген бір азғантай болса да текстовый вариантте постқа салу керексіз. Сол сияқты бірдеме жазу керек. Кеш жарық, Ақтаудан кеш жарық. Сол сияқты жазу керек. Енді сізде текстің, например, 3 түрлі контент болады. Орысша айтқандай контент. 3 вида контента, 5 түрі бар. 5 түрі. Бірінші контент ол информационный контент. Информационный дегенде сіз информация бересіз. То есть, например, одан бастамайым бірінші. Сіз бірінші өзіңіздің целевой аудиторияны жаулап алу керексіз. То есть, біліп алу керексіз. Дұрыс айтқан жоқпын. Дұрыс. Өзіңіздің целевой аудиторияңызды біліп алу керексіз. Сіз қандай, например, пост жазғанда, экранның артында кімді көргіңіз келеді? Сіз өзіңіздің, сізге бизнесқа адам келеді ғой, сол именно қандай адам керек сізге? Соны анықтап, целевой аудиторияны бірінші анықтап алу керексіз. Ол үйде отырған мамашы болса, мамашыға басқаша сөйлеу керек. Егер, например, пенсионер болатын болса, пенсияда жүрген адамдар, бірақ та әлі өзінің несін таба алмайды. Болады ғой, например, 40-45-тен кейін уже ауыр жұмыс әйел жасай алмайды, но бірақ та басқа жұмысқа бара алмайды. Оны басқа жерге баруға да қорқады. Сондай адамдар болады да, енді өзі қай жерге баратынын білмей қалады. Вроде и балдар өсіп кетті, можно и заняться собой, но бірақ та әлі қай жаққа бір өзін бір қалай айтатын еді? Өзін әлі таба алмай жүрген адамдар болады, например, да, осындай целевой аудитория. Или, например, целевой аудитория, например, соның бәрін сіз анықтап алу керексіз. Потому что пост жазғанда сіз именно сол адам сияқты мыслить ету керексіз. Сіздің ойыңыз
ол адамның ойыңызбен кішкене сіз жақын болу керексіз. Пост жазғанда сол адам как будто міне оған айтып жатқан сияқты болу керек. Оған айтып жатқан сияқты болу керек постты. Сонда уже ол ойланып қалатындай. Вот. И именно сол адамға даже артынан ойланып пост жазған уақытта именно сол адамға сөйлеп жатқан сияқты болу керек та енді. Вот. Енді жалғастырып кете берейін. Пост деген информационный болады, сіз ол жерде информация айтасыз. То есть, например, бір информация беру керексіз. Қандай еді? Бір примерді айту керек еді. В общем, информационный болу керек, қазір кішкене ойыма кішкене түскесін айтам да. Екіншісі развлекательный болу керек. Потому что деген, егер сізде тек адам деген негізінде оқуға келгісі келмейді. Инстаграмға адам развлекация етуге келеді. Например, жұмыс жасап келді, шаршап келді, бір тамақ ішіп алғаннан кейін бір кішкене демалып қисайып жатқанда, телефонды ұстап жатқанда инстаграмға кіреді ғой. Инстаграмға кіргенде әртүрлі картинкалерді қарап, кішкене бір расслабляться етеді да. Сосын оған развлекательный керек. Развлекательныйдың ішінде развлекательный, например, не болуы мүмкін. Например, бір ойын болуы мүмкін, бір тест болуы мүмкін, бір болады ғой. Тестерді картинкаға қарап, угадай мына жерде, что здесь, каких животных видишь дегендей, например, да, мен просто вот сондай сияқты. Или, например, біреулер қойып қояды, например, 2 фотоны, бірде 2 фото, бір какой-то өзгеріс бар. Сосын айтады, найди 5 отличий дейді. Вот. Может быть, уже ешқандай отличий жоқ шығар, но просто ол адам іздейді и сосын жазып бастайды сізге комментарий, осындай деп. А ол фото, может быть, сәл кішкене өзгерген болуы мүмкін. Сол сияқты развлекательный. Или, например, сіз өзіңіз бір пост жазғанда, бір өзіңіздің, например, бірде интересный бір андай смешной случай айту керексіз из жизни. Осындай. Қазір есіме түсіп кетті етік жайлы. Етік жайлы. Тәрбие апа. Алдында есіңізде бар ғой? Етік жайлы. Сол жайлы, например, пост жазуға болады сізге. Сонда интересный, вот сіздің өміріңізде қандай күлкі случай болды, соны прям жазып, күліп, халықпен бірге күлетіндей қылып. Олар деген эмоция алғаннан кейін бір олар адамдарда да бір смайлик болса да, күлкі или там мына бармақты басса да, әйтеуір бір какой-то сізге не болады, жібереді. Сол сияқты, сондай бір интересный случай жазу керексіз. Сосын, например, обучающий болу керек. Обучающий енді осторожно деп онымен айтады, осторожно болу керек, потому что обучающий посттар олар деген көп адам оқи бергісі келмейді, но оны кішкене бір өзіңіз в общем, полезный информация беру керексіз. Но посттардың бәрі клиент полезный болмау керек. Егер бәрі тек полезный болса, адамдар деген, например, как Википедия қарайды ғой, например, сол жерді тек ашып, тек лақтырып тастай беретін сияқты болады. Просто адамдарға арасында мына ауыстырып полезность бересіз, өзіңіздің экспертностьті бересіз, например. Например, өзіңіз қолданып көрдіңіз, мен фабрикке айналдырайын, өзіңіз бір затты қолданғаннан кейін сіз уже басқа адамға бір ол информацияға жатады екен ғой. Вот түсіндім енді. Манағы крем алдыңыз, или, например, шампунь қолданыңыз да, или, например, манағы кешегі айтқандай дақ кетіретінді айтсаңыз да, это бәрі информационный пост, соған жатады. Сосын личный болады. Төртіншісі личный болады. Личный дегенде, манағында личный бренд, өзіңіздің өмірдегі жақсы, интересный, случайларды айтасыз. Ол не обязательно прям бәрі позитив болмау керек. Бір өзіңіздің өміріңізді бір күнін жазсаңыз болады. Например, интересный случай адамға нететіндей, айтатындай қылып.
сосын личныйді, например, көп адам, например, болады ғой, өзінің өміргісін айтқысы келмейді. Но бірақ та біз адам деген былай болады ғой, многогранный. Например, өзінің, например, мына жерде қараңыз. Егер блог, например, болады ғой, блогтар, например, тек мамашылар отыратын, например, грудное вскармливание көрсететін эксперттер, да? Олар деген грудное вскармливание емшекке емізеді ғой енді. Өзінің балаға бүйту керек, баламен, балдар туралы айтады, памперс туралы айтады, сондай туралы айтады. Біздер егер өзіміздің қазір бизнеске қарай бизнесті дамытатын болсақ, личный брендті, біз өзіміздің өзіміздің компанияда жүргенімізді айтамыз. Тек қана енді фаберлик жайлы айта бермейміз біз өзіміздің страницада. Егер де тек қана фаберлик жайлы айта беретін болса, адам келмейді, потому что оларға ол көп онша емес. Егер деген через себя нужно пропускать дейді ғой, через себя. То есть өзіңіздің отношениеңізді, өзіңіздің, например, болып жатқан қиыншылықты, например, көп консультанттар, например, фаберликке келген уақытта, например, сразу 3%-ке шығады, одан кейін 6%-ке шығады, сосын 6%-ке көп жүріп қалады. И сосын ойлайды да, что менің қолымнан келмейді, сосын алады да тастап кетеді. Негізінде 9-ға секіру үшін ол деген прям на самом деле күшті, мықты не болу керексің, стержень болу керек ол адамда. Енді былай көп жүріп қалса, уже олар жігері түсіп кетеді да, и сосын ойлайды, что менің қолымнан келмейді, сосын тастап кетеді. Сіз, например, өзіңіздің уже қазір даже директор болсаңыз, или там 15%-те болсаңыз, сіз қайтып келіп, жизнь обратно катушка раскручивать дегендей сияқты, да? Или өзіңіздің сол уақытта болған состояниені через пост айта аласыз. Мен, например, осындай уақытта, осындай көп жүріп қалдым, соны қиыншылық көрдім. Мен деген сол кезде көрдім, что менің қолымнан келмейді екен ғой. Бірақ та мен кішкене бір адамдармен сөйлескеннен кейін, қайта сабаққа барғаннан кейін, например, өзім наставниктен қалмағаннан кейін, потому что ол маған керек деп, уже сіз сол неден секіріп кететіндей қылып бір эмоцияны айту керексіз. Мен сол неден секіріп уже деп бір 9%-ке шықтым дегендей қылып бір пост жазу керексіз, например. Сосын енді продающий болу керек пост. 5-ші продающий пост. Продающий пост болғанда, сіз, например, қазір ойыма андай не келмей жатыр, ой келмей жатыр да қазақша. Қазір егер түсіп жатса айтармын тағы да. Осының бәрін сіз ойластырып, енді қараңыз, осы ойдың бәрін сіз қайдан аласыз, например, посты жазу үшін. Сіз деген білу керексіз, да, например. Кеше, например, маған көп адам, енді көп емес, енді бірнеше адам шықты личкіме, жазып жатыр, мен новичок, мен қалай бастайым дейді. Егер де сіз даже инстаграмда новичок болсаңыз, просто так бастай алмайсыз, егер сіз мына қазір өтіп жатқан сабақтардың бәрін тыңдамасаңыз. Біз деген специально мына қазір спикерлерді жинап, күн сайын нені өткізіп жатырмыз ғой, тренингті, то есть обучение күн сайын по порядку новыйдан келген адамға информация беру үшін. Сол үшін ешқашан беріп жатқан сабақтарды пропускать етпеңіз. Қалай айтатын қазақша? Жетпей қалды. В общем, өткізіп алмаңыз ол сабақтарды. Осы сабақтардың бәрі сохраняться етеді бір сутка. Сол үшін бір сутканың ішінде бір уақыт тауып, обязательно бір сағатты өзіңізге арнап, егер де сіз өзіңіздің өміріңізді өзгерткіңіз келсе, міндетті түрде бір сағат уақытты тауып,
мына эфирді тыңдауға ұмытылыңыз. Эфирді тыңдаңыз, потому что ол сабақтың бәрі сізге ол керек. Новыйдан келген адамдарға әсіресе. Потому что деген мына қазір Инстаграмды развивать етеміз ғой. Инстаграмда сіз даже адам хабарласып жатса, сіз оларға хабарласқанда, сіз оларға информация беру керексіз. Егер өзіңіздің басыңызда бір информация болмаса, сіз оларға не айтасыз? Егер сіз айта алмай қалсаңыз, мен айтайын сізге подсказкада, сіз өзіңіздің наставнигіңізге хабарласып, наставниктен обязательно сұраңыз. Мен білмеймін деп жауап тастамаңыз. Білмеймін, мен қазір новичок болып келдім, мен білмеймін деп айтпаңыз. Жарайды, қазір сізбен хабарласамыз деп айтыңыз. Сосын барып наставникке. Егер наставнигіңіз бизнеста болса, наставникпен хабарласамыз. Ал егер наставнигіңіз болмаса, вышестоящий директор бар. Сол директорге личкесіне шығып, обязательно міндетті түрде хабарласыңыз. Сосын айтыңыз. Мен новичокпын, әлі түсінбей жатырмын. Бірақ та маған қазір адам хабарласып жатыр, мен оған осындай жауап беріп жатыр. Мен ол жауапқа не айтам деп сұрап алыңыз. Сосын ана адамға айтыңыз. Болмаса, мен тағы да сізге өзімнің жақында үйренгенімді айтайын. Бізде WhatsApp'та осындай функция бар екен. 3 адам или 4 адам одновременно бір-бірімен сөйлесе алады. Это заметка бәріне лидерлерге айтып жатырмын. Осындай WhatsApp'та жақында мен обучение өттім ғой. Сол WhatsApp'та маған деген жалма-жан тек басқа компаниядан тек мы организуем для вас тройку дейді да. Мен сразу уже түсіндім енді. Мен енді жас қыз емеспін ғой, и тем более бизнесте мен уже неше жылдан бері жүрмін. Хорошо дедім. Просто мен оған, чтобы қалай ол өтеді екен деген информациямен. Например, даже офлайн адаммен өткізгенде, вот, например, қараңыз, вот новичок кеше тек тіркелді, біз оған айттық, сен деген адамдарды айтып, в общем, адам алып кел дейміз ғой. Ол адамға ол өзі не айтады? Уже, потому что ода ешқандай информация жоқ пока. Дұрыс қой да? Сол үшін новичок келген уақытта тек сразу оларды WhatsApp'пен сөйлеседі екен басқа компанияда. WhatsApp'қа, например, директоры или наставник, манағы новичок и консультант. Түсіндіңіз ғой да? Түсінікті ма? Маған бір белгі беріңізші. Егер түсінікті болса, плюс қойыңдар. Сразу WhatsApp'пенен тройкаға шығу керек екен. То есть сухой просто разговор керек емес. Или, например, офиске ол қашан келеді, қашан алып келеді деп күтпеңіз. А именно сразу тройка организовать ету керек. WhatsApp'та не бар? Түсінікті ғой да? WhatsApp'та сондай функция бар. Групповой разговор деген. Максимум 4 адаммен сөйлесуге болады одновременно. 3 адаммен, оказывается, күшті, сондай мен соны біліп қалдым осы жақында. Вот. 3 адаммен қатар. То есть, например, кеше маған шығып жатыр, мен, в общем, маған куратор шықты. Гүлшат, я с вами хотела вас познакомить со своим вышестоящим наставником дейді. Мен хорошо дедім. Сосын қай платформада шығады екен десем, маған WhatsApp'қа шығып тұр. Басқа өздері бірақта Россияда тұрып тұр олар, например. И вот они, бізде үшеуміздің тройной разговор болды. И просто почему, мен просто соны біліп алу үшін, просто олардың сөйлескен әңгімесіне қарағанда, я поняла, что не я новичок, а они новички. Потому что мен элементарный бір вопростарды сұрасам, в чем преимущество, қандай маркетинг план, что я с этого буду иметь, какой там анадан-мынадан элементарный заттар сұраса, не куратор білмейді, не оның вышестоящий наставник білмейді. Сонда қарағанда они новички. А теперь мен ойлап тұрмын, новичоктар бәрі олай сөйлеспеу керек. Ішінде бір уже
не болу керек? Екеуі де новичок болмау керек. Бір новичок, бір консультант, и үстінде кемінде 15%-те жүрген адам болу керек. Сонда сөйлескенде ол информация дұрыс подавать етеді, потому что мен кеше айтып тұрмын ғой, в общем, информация не владеет. И я уже поняла, что с этого не пить. Но для себя я поняла вот эту функцию, что үш адаммен одновременно сөйлесуге болады екен. Вот. Сөйтіп адаммен сөйлесіңдер. Так, нені айтып отыр едім? Басқаға отвлеклась, но это очень важно было, да? Вот. И в общем, егер де мына сабақтардың бәрін сіз қатысып, бәрін тыңдау керексіз. Егер бір какой-то занятие өтіп кетсе, сіз вышестоящий наставникпен хабарласып, ода обязательно сохраненный видеолар бар. Потому что у каждого наставника өзінің YouTube каналы бар. YouTube каналында мен білемін, олар деген сақтап қояды. Мен, например, өзім осы неше күннен бері жүріп жатқан видеоларды сақтап жүрмін өзім YouTube каналымда. Потому что тек қана мен айта бергенше, мені кейбір адам түсінбейді. Лучше мен, например, кеше Камчаттың оқуында күшті әсер алды. Көбі тек сразу жазбау жасайтын адам көбейіп кетті. Анаргүлдің маркетинг планы прям күшті қылып түсіндіргенде мен прям көзім ашылып күшті нетті. Бірақ та енді ол видео сақталынбай қалды. Видеозвонок емес па? Видеозвонокта бар. Да. Точно, видеозвонок. Видеозвонок. Просто сол уақытта олар деген маған өздері шықты, мен тек кнопканы басқасын. Өзім ол методты әлі пробовать еткен жоқпын. Вот надо попробовать. Видеозвонок. Дұрыс айтасыз. Хабардар болу адамды өзіне жағдайға болу керек. Өзіне түсінбедім. Хабардан болу адамдарды өзіне айтып тыңдау. Болу керек. Сондай методтар бар. Но это не только для онлайн методке, но и офлайн методке. Например, бұрында да, например, кейбір адамдар офиске бармай қалады ғой, сол уақытта хороший метод адамға түсіндіруге. Даже элементарно новыйдан адам келсе, WhatsApp-қа обязательно шығып сөйлесу керек, потому что Инстаграммен сөйлескенде ол жерде тек фразамен, хотя тоже разговор бар, но көп зат айта алмайсыз. Так, сосын постты жазған уақытта енді көрген шығарсыңдар, көп адам деген абзацпенен жазады. То есть, егер болады, что, например, бір заметкаде бір тексті жазамыз ғой, жазамыз, енді алып копировать етіп Инстаграмға салатын уақытта, ол деген алады да бір жиналып кетеді. Манағы бөлгеніміз қайда, ол басқа бір жаққа бір қашып кетеді. Бәрі бір жерге жиналып қалады да, түсінбей қаласың. Чтобы ондай болмау үшін, осындай Телеграмда бот бар, текст 4 инста бот деген. Жазып алыңыз, білмейтін адамдарда бар шығар. Енді осы жерде лидерлерде бар, жазып жүргені мен көрдім. Кейбір адамдар андай точка қояды, флеш қояды, смайликтер қояды, разделять етіп тексттерді. Но мына текст 4 инстабот деген бот бар. Сол кезде манағы нені бөлгенде, текст по абзацам бөлгенде, ол деген прям әдемі болып шығады. Вот. Сосын деген пост жазғанда 2200 символ тек сияды. А именно осы текстовой инстаботқа салғанда как раз неше буква, неше символ шықты, текст жазғанда соның бәрі көрінеді. Например, хэштегтерді не обязательно неге салуға, именно постқа салуға. Хэштегтерді можно и комментарийға салып жіберуге. Сол жерде даже тұрғаны жақсы, ол адамға көп көрінбейді и откликать етпейді. Хэштегті де салғанда көп болмау керек.
негізінде айтып жатыр, 30-дан көп болмау керек. Но 30-та, мне кажется, көп слишком. Бір 5-10 сондай болса да болады. Мен өзім әйтеуір тек 3-4 хэштег салам болды. Өзім личный хэштегтерім бар, сосын егер де лайк таймда участвовать етсем, қатысатын мезгілде сол лайк таймның 3-4 хэштегті салам. Вот. Так, сосын манағы сосын тағы айтайын, егер сіз деген пост жазасыз ғой, пост жазғаннан кейін өзіңіз негізінде орфографический ошибкалер тексеру керексіз. Прям орфографический ошибкалер қате жазып тұрғанда прям қалай айтатын еді, глаз режет. Мне прям, не знаю, может быть, я такая, прям маған нетет, как бы. В общем, орфографический ошибка болмаған жақсы. Негізінде сол үшін мен қазақ тілде пост әлі жаза алмаймын. Хотя деген мына текст жазасыз ғой, сол кезде мына Т9 ба автоматтан шығады ғой, жақсы көмектеседі. Мен иногда күтіп тұрам, қашан мен исправлять етеді деп. Сондай қылып түзеп алу керексіңдер. Стараться нету керек та, стараться ету керек, чтобы ешқандай ошибка болмасын. Потому что егер де ошибка болса, кішкене ыңғайсыз жағдайға қалып қоюға болады да енді. Енді азғандай 1-2 ошибка болса ештеңе етпейді, а бывает, что прям каждый словода прям ошибка болып тұрады, ол прям нетіп тұрады. Сосын абзацқа бөлгенде бір абзац, бір мысль болу керек. То есть бір абзацтың ішінде бір мысльді прям закончить ету керексіз. Например, бір мысльден екінші мысльға прям абзацқа бір қосып құрастырып жіберуге адамның басы айналып кетеді. Вот. Мен де қазір енді үйреніп жатырмын ғой, стараюсь уже. Негізінде мен деген мектепте оқығанда тоже сочинение, там, изложение, бірдемелер жазуға мен вообще жоқпын. Жаза алмайтын едім. Сіз ойламаңыз, сіздің қолыңыздан келмейді деп. Бәріңізден қолынан келеді. Просто оған кішкене уақыт керек. Мен, например, өзім деген осы алдыңғы жылдан бастап кішкене жайлап посттар жазып бастадым. Но бірақта деген осы соңғы кезде мен уже түсіндім, адамға постты жазу үшін кішкене адам көп кітап оқу керек. Егер де сіз кітап оқитын болсаңыз, сізде ойыңыз, сіз өзіңіздің ойыңызды мына пост жазғанда күшті передавать етесіз. Вот, например, болады ғой, күшті әңгіме айтады адам. А жазатын кезде уже не жазатын білмей қалады. Ол емес. Именно сіз қалай сөйлейсіз? Қандай интонациямен, қандай паузамен сөйлейсіз? Сол сияқты тап соны сіз деген тек постқа салу керексіз. Вот қалай ой келді, сіздің ауылыңызға қандай сөз келді, сіз соны айтып атып, сразу жазу керексіз. Вот үтір қойып, нүкте қойып, в общем, кішкене мына промежуток пауза қойып дегендей, сосын манағындай смайликтер көп қою керек емес, именно қоятын кезде қоюға болады. Кейбір адамдар, например, азбука морзе дейді ғой, сондай болып кетеді. Например, Фаберликте много этих, как его, сумок деудің орнына сумкалер тұрады, пальтолар тұрады, ол деген не очень, оказывается. Мен де бұрын қоя беретін едім, енді қазір түсініп жатырмын, что ол көп керек емес екен. Именно вот, когда вы выражаете свою вот эту мысль, сол кезде бір кішкене бір эмоция нету үшін сіз сонда қою керексіз. Сосын сіздің постта бір задача болу керек. То есть сіз бір постта көп задача болмау керек. Бір задача болу керек. Например, сіз хотите, например, развлечь, например, бір өзіңіздің, например, бір күндік, например, өміріңіздің ситуациясын жаздыңызда, анықтап бір какой-то ойды жазу керексіз, а одан кейін уже все.
Сосын тағы, егер де сіз өзінің страницасында прям бәрі, ой, супер, ой, прям у меня классно, ой, у меня волшебно деп, тек қана күшті затты айта берсеңіз, ол болмайды екен. Ол адам деген оған сенбейді. Сол үшін, как мына кардиограмма бар ғой, кардиограмма. Бір төмен түседі, бір жоғары түседі, сөйтіп посттар жазу керексіздер. Арасында, например, сіз күштімін, духовный, бір эмоциональный, күшті жазасыз, потом раз сізге бір боль жазу керексіз. Сол кезде, например, боль какая может быть? Какой-то случай из жизни жазу керексіз, бір какой-то. Сіз қиын жағдайға түсіп қалдыңыз. Например, мен қазір коронавирус, например, да, это больше, былай қарағанда. Көп адам деген неге боль? Қазір, например, алдында Китайда болған заттарды көп мән берген жоқ, что, например, Америка, что Италия, что вообще басқа елдер. Ол как будто тек басқа планетада болып жатыр, біздің планетада емес деп ойлады. А негізінде адамдар білмейді, что мына біздің планета, бір планета ғой. Егер бұна адам деген суға, например, микроб түссе, ол су деген бар жан-жаққа тарайды ғой. Сол сияқты ол адам деген түсінбей қалды. Сол кезде Китайда болған заттар, например, ойлады, что только оларды, тек сол елде болады. Ол ел деген тек қана құрт құмырсқа жыбырлайтын заттардың бәрін, бүткіл бәле заттардың бәрін жейді, сосын соларда болады деп ойлады. Олар деген адамдар деген білген жоқ, что ол адамдар деген жан-жаққа барады ғой. Жан-жаққа барғасын уже вирус тарайтын адам көп мән берген жоқ. Сол сияқты қазір тек адамдарға, например, соны айта беру керек, что сақтану керек деп, например. Ну, я так, может быть, не по теме говорю, но бірақ та мен білмеймін, сондай ой түсті маған қазір. Қазір қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрай беріңіз. Кеше деген Инстаграмға маған деген андай не түсті тағы да, ұсыныс тағы да нақты айтып беруге. Шапка профилі, аватарка деген, кейбір адамдар аватарка деген түсінбей қалыпты. Аватарка деген сіздің фотоңыз мына жерге неткенде, ой, блин, баламның аккаунтында. В общем, мына жерде тұрған, например, домалақ тұрған фото, сол фото сіздің аватаркаңыз. Кейбір адамдар просто түсінбей қалды, соны түсіндіріп айтып кетейін жатырмын. Сосын кеше көп адамда ссылка дұрыс емес. Ссылка деген неактивный. Егер активный, ссылка активный болса, ол жерде жасылмен жанып тұрады. Ой, жасыл емес, голубой цвет қандай? Көкпен жанып тұрады. Сол көкті басқанда, егер де керек зат неге сайтқа или телефонға барса, онда значит ол активный. Егер активный болмаса, ол, например, көкпен жанып тұрған жоқ, қарамен жанып тұрса, онда деген мына жерде редактировать деген сөз бар. Баламның профилінде тек не бар екен. Вот редактировать деген сөзді басасыз да, сосын сол жерде шығады никнейм, имя деп шығады. Сосын сол жерде веб-сайт бар. Именно веб-сайт деген тұрған жерге ссылканы қоясыз. Именно сол жердегі уже ол активный болады. Түсінікті ғой, да? Қандай сұрақтар бар, қыздар? Бәрі түсінікті ма? Маған деген жазыңдар. Сағат неше болды? Неше уақыт? Мен деген еще 20 минут бар екен. Вот. Сосын енді тағы да айтып кететінім, енді личный брендте, например, жақында мен неге қатыстым, марафонға қатыстым, сонда бізге айтты, история Золушки жазыңдар деп. История Золушки деген, ол сіз, например, қандай болдыңыз и қандай қазір болдыңыз. Екеуін бірге, картинкалерді бірге қойып, сосын пост жазу керек. Пост о себе. То есть арасында сол постты шығарып тұру керексіз. Сіз, например, кімсіз,
өзіңіздің подписчиктеріңізге өзіңізді таныстыру керексіз в таком формате напечатанном жазып та мен например қайда болдым, например мұғалім болса мен мұғалім болдым, 28 жыл жұмыс жасадым, сосын деген одан кейін ақша болмағасын артынан бизнеске келдім, бизнесте осындай менде не болды деп соның бәрін расписывать ету керексіз. Оны просто как отчет ретінде расписывать етпейсіз, расписывать етпейсіз отчет ретінде, адам оқығанда жылататындай алу керексіз. Бір какой-то моментте адам жылауға жақын болу керек. Сонда ол адам өзінің өмірінде нетеді, как бы, осы адам осындай қиыншылықты өткен екен ғой, мен неге, например, сондай жағдайға болып жатса, ол жағдайдан шығып кетеді ғой деген ой келу керек оған. Или наоборот, ол адам менен де жаман екен ғой, мен неге ондай жасамасқа деп сөйтіп ойлау керек та ол адам. Вот. Сөйтіп, ну и то, например, қараңыз, енді мен тексті былай орысша айтайын. Например, былай айтады да, прибежала ко мне дочка и спрашивает хлопья. Ну, қазақша айтайын. Например, балам маған жүгіріп кетті, мама, маған деген хлопья салып бер, шоколадный, сүтпенен деп айтады. А мен оған айтам, балам жоқ сүт, хлопья жоқ дейміз. Ту, мама, мен жегім келеді, хлопья салып берші деп айтады да, например. А мен өзім ішімде, мына жерімде жылап жатырмын, қан жылап жатырмын дейді ма, или қалай айтады қазақша енді. Біз деген қазіргі уақытта ақшасыз қалдық, жолдасым деген уже неше жұмыста жүр, күн сайын жұмыста жүр, бірнеше жұмыста жүр, например, 3-4 жұмысы бар. Өзінің, например, сменада жасап жүрген жұмыстан кейін барып, басқа жерде жұмыс жасайды, одан кейін барып таксовать етеді, сөйтіп үйге келгенде тек кешке келіп құлайды, сосын барып таңертең ерте қайтадан тұрып кетіп, қайтадан жұмысқа кетеді. Балам деген ол әкесін уже көрмейді, неше күннен бері көрмейді. Мен ол балаға, қандай балаға, например, 3-4-тегі балаға мен қалай оны түсіндірем, что бізде ондай жағдайымыз жоқ хлопья алуға. А ол, например, оның алдында хлопья жеуге, например, үйреніп қалды. А мен онда қазіргі менде жағдайым жоқ. Не істеймін енді мен? Деп адамды деген өзімен бірге жылату керексіз. Сосын бір күні уже мен ойландым. Қашанға шейін мен осылай жүре беремін? Жолдасының несіне айлығына қарап, ол деген байғұс неше жұмыста, 3 жұмыста жүр, денсаулығы жоқ. Мен сөйтіп қарап отыра берем ба деп. Осы маған ғой, осы жақында кластасым хабарласты. Фаберлік жайлы соны бірдеме айтып еді, осындай ақша табуға болады. Неге мен жасап көрмеймін? Жасап көрейінші, сол адаммен хабарласайыншы деп, осындай маған ой келді. Ой келгеннен кейін мен сол адамға хабарластым. Сол кезде мен ана адам, например, Айнұр маған түсіндіргенде, мен деген түсіндім. Неге мен соншама осындай уақыт босына жүрдім? Баяғыдан бері хабарласқан уақытта мен неге сол адамды тыңдамадым екен? Неге мен сол кезде жасамадым екен деп сөйтіп, осындай эмоциямен айту керексіз да? Енді адам деген менің көзім андай не болып кетті? Дрожь болып кетті да енді. Сөйтіп адам оқыған уақытта олда да эмоция болу керек та, уже ол сізбен бірге бір жылап, бір қуану керек. Енді қазір менде, енді мен Фаберликті ешқашанда тастамаймын. Мен қазір түсіндім, что Фаберлик компаниясында, оказывается, осындай бар екен. Мен деген бұрыннан бері ана жақтан алып жүрмін, мына жақтан алып жүрмін. Басым жасамайды екен ғой. Қазір мен шүкірмін. Құдайға деп, қазір енді мен айлыққа шығып жатырмын, или енді шығып жатырмын, например, шығып жатқан адам болса.
мен қазір міне айлыққа шығып жатырмын. Маған деген 35 мың теңге түсті екен. Қандай керемет, 35 мың теңгеге мен деген там 2 аптаға тамақ ала аламын үйге, балдарыма анау ала аламын деп сөйтіп адамды кішкене живой болу керек та посттарыңыз. Сөйтіп жазу керек. Бір адамды захватить ету керексіз. Егер де сіздің постыңыз сондай болатын болса, адам деген сізге манағындай жақындап өз сияқты көргенде сондай болады. Осының бәрін жазу керек. Тәрбие апа, мен сізге алдында айттым ғой. Тәрбие апа, сізде айтатыныңыз көп, сіз күшті керемет айтасыз бәрін. Біз сізді тыңдаған уақытта прям нетем да. В общем, сіздің история тыңдағанда мен бір жауап аламын өзімнің жүрегімде. Сізде айтатыныңыз көп. Соның бәрін сіз қалай сабақ өткізесіз, например, да? Сөйтіп соның бәрін сіз манаға постқа жазу керексіз. Да? Например, мана сіз алдында айттыңыз ғой, например, мен, например, жесір қалдым. Енді кешіресіз, енді просто мен для пример айтам да, енді басқа адамдар түсінсін. Мен, например, өзім жесір қалдым, 5 баламен, енді деген жағдайым сондай болды. Мен деген алдында айттыңыз ғой, нан басып балдарды жіберетін едім. Өзім қорқамын да базарға шығуға, балдарды жіберемін, балдар деген өзім ойлаймын. Сіз өзіңізге эмоция, сіз деген тек қана пісір жіберіп, манағындай нанды салып, тек балдар тек шығарып жібермейсіз ғой. Сіз деген ішіңізден ол балдарға переживать етесіз, например. Мана балдар нағып жүр екен, манағы нанды саттым екен, қалай екен, өттім екен, біреу ұрынып қалмады екен деп сөйтіп ойлайсыз ғой, переживать етесіз. Сол өзіңіздің переживаниеңізді сол именно постқа жазу керексіз. Бірінші моментта сондай, например, случай. Екінші моменттан мен, например, түнмен отырып, көйлек тіктім, артынан ол көйлектерді адамдарға апардым, қарызға бердім, мына жақта тағы бірдеме деп. В общем, история көп. Каждый адамда история көп айтатын болса, просто даже просто ол сол историяның бәрін лидерлер көбі ұмытып кетті. Қазір деген айлыққа шыққан адамдар ойлайды, что это менде қазір нормально, шүкірмін деп та. Шүкір деп айтамыз ғой бәріміз, біз ешқашанда былай жалғыз етпейміз жалпы ешкімге. Но біз деген осындай постты жазу арқылы біз деген адамның несін көреміз. Қалай айтатын еді? Боль. Адамның болын, ол адам сіздің болыңызды тыңдағанда, ол сізбен бірге соны переживать етеді. Переживать етеді де, сосын барып, ол да уже ұмтылыс болады. Сосын сіз уже ол адамға интересный боласыз, например, да? Уже сіз, например, уже міне, енді кейбір қыздар, например, айтуы мүмкін, менде әлі ешқандай жетістік жоқ. Сіз өзіңіздің отношениеңізді айтасыз. Например, мен, например, сабаққа бардым, бізге үйретті ғой, например, біз кемінде 20 адамның историясын білу керекпіз. История успеха. История успеха это не только, например, жетістікке жеткен адам, а именно міне, например, мен, например, 45-ке келдім ба, енді мен 45 жасында неше жыл қиыншылықты өттім. Оны ешкім білмейді, мен ешкімге айтпаймын ғой. А именно мына текстпен айтып бастағанда, біз адам деген бізбен бірге проживут нашу жизнь. И уже өзіне, как оларға сказка болады. Сөйтіп жазу керек. Ол тек қана, например, тек қана, например, қазіргі уақытта емес, например, бұрын кішкентай кезінде болған случай айту мүмкін, например, былай. Например, мен өзімнің семьямда, біз 4 қызбыз, біз деген, например, мен үлкені болғасын, мен білмеймін, мен көп материалныға жақын болған жоқпын. Маған қандай көйлек алып берді, сондай көйлекті алып киіп жүре беретін. Маған ештеме алып бермесе, мен даже 89 жылы мектепті бітірдім ғой, сол кезде мен жағдай болған жоқ. Менде деген
аяқ киім былай ашылып жатты. Бүтіп қалмайды ма эфир? Жоқ, әлі бар екен. В общем, аяқ киім ашылып кете береді. Мен таңертең, например, кешке сабақтан келгеннен кейін крем моментті аламын да, манағындай крилеп шығамыз, бастырамыз, сосын оны кастрюль, біз енді Ақтауда тұрғасымыз, кастрюльге су жинап қоямыз. Кастрюльмен суды былай басып қоямыз, 15 литр кастрюльмен, сосын таңертең қайтадан шығарып аламыз да, сосын соны киіп кете береміз. Да? Например, сондай жағдай бәрімізде болды. Енді сол уақытта менімен бірге қатар қыздар бар ғой, сондай болды. Или может менде сондай болды. Әйтеуір мен сол әйтеуір ашылып кетеді. Таңертең нормально болып жабысқандай болады да, шешіліп. Кешке келатқанда уже менің бір аяғым шық деп әйтеуір ашылып қалатын еді. Бірақ та сол кезде мен айтып жатқаным, мен ешқашанда жалғыз еткен жоқпын, білмеймін почему-то. Маған үйде мамам айтады, ақша жоқ дейді, болды. Мен сосын жоқ болса жоқ деп сұрамаймын. Менен кейін сіңлім, ол наоборот, ол тек қана оған алып келу керек, оған тек новый зат алып келу керек. Сосын мен мән бермеймін. Менде, например, папам деген бұрын деген коммунист болғасын, член профсоюзы болғасын, әйтеуір сол кезде шетелге постоянно баратын еді. Москваға, Железноводск, әйтеуір үйдің ішінде мен үлкені болғасын, мен әйтеуір папамен бірге көп қыдырдым. 8 жасымнан бастап жыл сайын мен деген Евпаторий, Сочи, Железноводск сондай қалаларда барып көрдім. Может, сол кезде менің уже развитием, сол кезде, может быть, мен көп затты көргесін шығар, может быть, мен сөйтіп өскен шығар, білмеймін. Но менен кейін сіңлім, например, ондайды көрген жоқ, и ол, например, қызғанатын еді. Бүгінгі эфирді тыңдамай-ақ қойсын, көрсе ренжіп қалар. В общем, папам деген қандай бір неге барғанда, ол деген екеумізге бірдей алып келетін еді киімдерді. Бірдей алып келеді, бірақ та ол деген все равно вечно чем-то недовольны болатын еді. Вот. Соны просто какой-то момент, интересный случай из жизни, сондай заттарды айту керек енді, сөзінің қысқасы. Вот. Енді мен айтатыным, қазір эфир уже бітіп қалайын деп тұр. Вот. Личный брендте манағындай история Золушки дейді ғой. Сол история Золушки біз ұмытпау керекпіз. Біз қандай болдық и қандай қазір болып жатырмыз. Соны. Вот. Соның бәрін біз үйрену керекпіз жазуға. Вот. Ертең суббота-воскресенье уақыт бар. Ойланып көріңіз и ойланып, сол келген ойдың бәрін старайтесь жазуға. Егер блокнот қасыңызда болмаса, телефонның ішінде заметка бар, сол заметкаге қандай ой келеді сізге, соған сразу тарс жазып алыңыз. Сол ой көмектеседі. Мен уже қазір үйреніп келатырмын. Қазір бірдеме түсті ма, тек телефонға тік жазып аламын да, бір какой-то. Или, например, былай Инстаграмға, например, манағы вопросы жазасыз ғой, вопросқа, например, адамдар шығады ғой, ответ. Или, например, просто консультанттарын, например, сұрақ сұрайды. Вот. Ол сұрақ сұрағанда не только ее волнует, но и кого-то других волнует. Сол общий тема қылып жазып жіберуге болады. Вот. Бәрі түсінікті ма, мен түсініп жатқан адам бар ма? Енді мен өзімше сіздерге жеткізіп жатырмын. Тағы да басқа темаларға айтуға болады. Мен кеше айттым ба сізге, ұмытып кеттім ба, бүгінгі эфирде орысша қыздарға, орыс группаларға айттым. Фаберлик продвижение в Инстаграм деген обучение бар Фаберликте. Сол Фаберлик бесплатное. Енді ол жерде обучение орысша болады, но сонда да бір какой-то концепция был, какой-то бір заттарды түсіресіңдер. Соны обязательно регистрация өтіп, соны оқыңдар бесплатно. Просто ол жерде ссылкамен өтіп, заявка тастау керек сіз компанияға, регистрация номер жазып, сосын сол обучениедан күн сайын индивидуальный ол. Бот сізге бір видео жібереді, видеоны қарап болғаннан кейін бір задание жібереді. Сол заданиені қайтадан сіз телеграмға жібересіз, ол келесі задание жібереді. Сөйтіп жалғасып кете береді. Сол жерде күшті заттарды мен тоже үйрендім. Рахмет.
Иә, сол мен енді қазірде вот мына эфирге шығайын деп жатқан уақытта мен деген тағы бір блогерге подписана бола, соған тоже тыңдап қалдым да, соны уже өзіме қазір орысша тыңдадым ғой, енді қазақша бір переводтап қорытып алайын мысльді. Бір күні келесі аптада енді соған шығамын, енді ұят болар күн сайын шыға беруге, адамдардың бастарына отырып, осы мен берген информацияны кішкене адамдар қорытып алса да сол да ақ. Вот. Так что нетуге шықпаңыз. Сосын тағы да ұмытып бара жатырмын. Постты қойғанда бар ғой, тек қана манағында айттым ғой, картинкалерді қоймай-ақ қойыңдар, потому что егерде общий мына фаберлік чатта картинка келеді ғой, сол чаттарды сіз картинка қылып қоя берсеңіз, сіз оны рекламу өзіңізге жасамайсыз, сіз рекламаны компанияға жасайсыз. Компания так и так ода манағындай консультанттар жетеді, подписчиктер жетеді. Сізге өзін өз уже сосын жоқ болса жоқ деп. Сол фаберлик бесплатный коронавирус келіп қалып, мен қорғай алмай қалдым. Өкінішке орай. Бірақ та мен ешқашан мұнаймаймын, ештеңе етпейді. Маған ақша түсіп тұр, 23% ақша түсіп тұр, все равно директор статусын октябрьге дейін қорғаймын ғой енді. Қазір коронавирустан самое главное шығып кетсек, артынан ол жалғасып дұрыс кете береді. Қазір нені қарап шығайын. Егер сұрақтар болса, мен айтайын. Иә, интересно. Егер де сіз қараңыз, мен не үшін айтып жатырмын сөйтіп та, сіз өзіңіз эфир өткізіңіз, қайтадан айтайын. Осындай не қылып, интересный қылып, арасында өзіңіздің адамдарыңызға интересный контент болу керек, адамдарға айтатын. Ну, не только про мынау именно қалай оформлять ету, там ондай емес, а именно фаберлик жайлы. Просто өзіңіздің страничкасында, сіз эксперт болу керексіз. Например, мен манағындай айтқандай, мен манағы новичокқа даже сөйлескім келген жоқ, потому что ол информация не владеет. Ал егерде сіз информация көбірек білетін болсаңыз, көбірек сабаққа қатыссаңыз, сізге адамдар тартыла береді. Егер өзіңіз білімді болсаңыз. Білім деген қайдан келеді? Егер сіз оқысаңыз, манағы сіздің айтып жатқан наставниктерді тыңдасаңыз, қазір мына беріп жатқан эфирді, сабақтарға обязательно қатысыңыз, тыңдап, кітаптарды оқыңыз, саморазвитие все равно керек, ой сізге керек. Қазақша кітап оқыңыз, орысша, например, білмеймін десеңіз, өте күшті кітаптар бар. Екінші болма деген кітаптар бар. Мен өзім Роберт Кийосаки, Довлатовтардың кітаптарын оқыдым. В общем, Инстаграмда да көп недер бар. Интернетте. Сол үшін өзіңізді развитие жасаңыз, саморазвитие, потому что ол керек. Егер сіз тек үйдің қасында манағындай телевизордың қасында отырсаңыз, ешқандай білім болмайтын болса, онда сіз ешкімге интересно болмайсыз. Не то, что сіз басқа адамдарға, сіз со временем өзіңіздің жолдасыңызға, өздеріңіздің балдарыңызға интересно болмай қаласыз. Сол үшін развиваться етіп, өзіңізді дамытыңыз. Енді эфир бітейін деп жатыр, бір 20-30 секундтай қалды. Сау болыңыз. Егер де менің беріп жатқан информация сізге полезный болса, мен өте қуаныштымын. Сізге осындай не беріп, басқа күндері тағы да эфирге шығам, тек қана басқа темаға шығамын. Сау болыңыз, сохранить етіп қалайын видеомды.